жасау үшін ғана жібердім деп. Сонда біз бұл өмірге Аллах Тағаланың құлшылық жасауға ғана келген екенбіз. Құранда "Вамал хаятуд дуnya илля ла'ибу ва лаху" деп. Бұл өмір жай ғана ойын сауық қана. Ал арғы дүниеге баратын ол баршамыздың жақсы амалдарымыз деген екен. Жалпы қазір оқиын деп жатқан жаназа намазымыз жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кім жаназа намазын оқитын болса, оған бір қират сауап бар деді. Ал жерленгенше оқитын болса, оған 2 қират сауап бар деді. Сонда сахабалар сұрады: Алланың елшісі, ол 2 қират деген сауап деген не деп сұрайды. Сонда 2 қират сауап дегеніміз ол 2 үлкен таудай сауап деген екен. Сонда біз жерленгенше жаназа намазына қатысып жерленгенше қатысатын болсақ, Аллах Тағала бізге 2 таудай сауап береді екен. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі. Ал оған сенбейтін болсақ, біздің онда иманымыз тағы да дұрыс болмайды екен. Және де қазір бұйырса қабірдің басына барамыз. Қабірдің басына барғанда "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух" қабір иелері деп сәлем беруіміз керек екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірге барғанда "Ассаламу алейкум қабірстан, ассаламу алейкум қабір иелері. Алла бұйырса біз де сендердей боламыз" деп сол қабірге барғанда көп сөзді доғарып, көп сөйлемеу керектігін, және осы қабірге қарап тұрып ойлану керектігін айтқан екен. Қазір бұйырса жаназа намазын оқимыз. Егер де кімнің жаназа намазына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімнің жаназа намазына 40 адам қатысатын болса, Аллаға серік қоспайтын 40 адам, 40 мұсылман қатысатын болса, онда осы кісінің күнәсі кешіріледі деген екен. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі. Қазір құрметті жамағат, жаназа намазын оқимыз. Бірінші такбірде Аллаху акбар деп құлақ қағамыз бәріміз бірге. Одан кейін 3 такбір Аллаху акбар деп айтылады, бірақ ол кезде құлақ қағылмайды. Ол 3 такбірде бұлай басты көтерудің қажеті жоқ. Егер дұғасын білген болсаңыздар, дұғасын оқисыздар, ал ештеңе білмеген болсаңыздар, үндемей тұрасыздар. Жаңағы 3 такбірді айтқан кезде имаммен бірге Аллаху акбар десеңіз, онда абзал болған болады екен. Қандай адам еді құрметті жамағат? Жақсы адам. Жаназа намазына ниет етеміз.